Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы болашақ қаласына саяхат. Үстеу. Балалар, бүгінгі сабақта сендер тыңдалған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, мәтіннен үстеуді анықтау, мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтарды құрастыруды үйренесіңдер. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын бірінші жаттығудағы мәтінге назар аударайық. Мәтінді мұқият тыңда. Қазақстан экономикалық кедергілерге қарамай қиын күрделі шешім қабылдады. 1997 жылы республиканың анасы Ақмолаға көшірілді. Бұл шешім басқа елдерді де таңғалдырған еді. Аз ғана уақыттың ішінде бұрынғы провинциалдық қала адам танымастай өзгерді. Есілді бойлай президент сарайы, парламент ғимараты, хан шатыр, бейбітшілік пен келісім сарайы, алау мұз айдыны сарайы, көп қабатты тұрғын үйлер мен ғимараттар жаңаша бой көтерді. Қазақ хандығының негізін салушылар Керей мен Жәнібек хандардың, қазақтың үш атақты биі Төле би, Қазыбек би, Әйтеке бидің ескерткіштері халқын болашаққа бастағандай бейнеленген. Аспанға атылған ақ барыс мүсіні жас Қазақстанның 21 ғасырдағы жарқын да бақытты болашағының символындай елестейді. Астанамыз Нұр-Сұлтан қаласының болашағы әлі алда. Ол болашақтың қаласы. Балалар, мәтінді мұқият тыңдап болсақ, сұрақ-жауап ойынын ойнап көрейік. Оқыған мәтін бойынша өз пікіріңді айт. Мәтін не туралы? Мәтінді тыңдау барысында көңіліңе қандай сезім ұялады? Астананы, қазіргі Нұр-Сұлтан қаласын неліктен болашақтың қаласы дейді? Мәтіндегі қарамен жазылған сөздерді оқы және олардың мағынасына назар аудар. Балалар, мәтіндегі қарамен жазылған сөздер аз ғана, бұрынғы, жаңаша, алда. Бұл сөздер іс-әрекеттің мезгілін, мекенін, сын қимылын білдіріп тұр. Бұларды үстеу деп атаймыз. Ендеше балалар, бейне жазбаға назар аударайық. Сәлеметсіңдер ме балалар? Міне, бүгін біз сіздермен үстеу тақырыбына жаңа тақырып болғандықтан кішкене түсінік беріп өтейік. Үстеу бұл ерекше сөз таптарының бірі. Осы сызбаға қарап тұрып, үстеудің ережесін шығарып алуға болады. Үстеу іс-әрекеттің мезгілін, мекенін, сын қимылын білдіреді. Міне ереже шықты. Енді осы ереженің соңынан оның қандай сұрақтарға жауап беретінін айтамыз. Ол қашан, қалай, қайда деген сұрақтарға жауап береді. Міне ереже шықты. Енді үстеудің түрлері бар. Үстеудің үш түрі бар екен. Мезгіл үстеуі, мекен үстеуі және сын қимыл үстеуі. Ол үстеудің үш сұрағы сол үстеудің үш түріне байланысты болады. Мезгіл үстеуі қашан деген сұраққа жауап береді. Жазда. Мен жазда демаламын. Мен қашан демаламын? Кешке. Кешке отбасымызбен қыдырамыз. Қашан? Кешке. Кешке қыдырамыз. Қашан қыдырамыз? Таңертең. Таңертең сабақ басталды. Қашан басталды? Таңертең басталды. Көріп отырсыздар, барлық сөздерге қашан сұрағы қойылды. Енді сын қимыл үстеуі іс-әрекеттің қалай болып жатқанын білдіреді. Мысалы, қуану. Қалай қуанады? Балаша қуанады. Кішкентай балалар қуанғанын жасыра алмайды, солай ғой? Балаша қуанды. Мысалы, атамды жаңа жылмен құттықтағанда ол балаша қуанды. Қалай қуанды? Тез. Мен үй жұмысын тез орындадым. Қалай орындадым? Тез орындадым. Әрең. Бір қап күрішті әрең көтеруге болады. Немесе әрең көтересің. Қалай? Әрең. Қиын деген сөз, е? Енді мекен үстеуіне келдік. Мекен қайда? Іс-әрекеттің қайда болғанын білдіреді. Мысалы, жоғары. Қайда?
Мен жоғарыға шықтым. Тауға шығып жатқанда жоғарыға шығасың, иә? Қайда? Жоғары. Төмен. Таудың төмені. Иә? Төменге түсіп бара жатырмын. Қайда түсіп бара жатырмын? Алға. Ол бізден алға озып кетті. Қайда озды? Алға. Артта. Қайда қалды? Артта қалды. Енді осы жерде балалар бір мән беретін жер, біздің шатасатын жеріміз. Қайда деген сұрағына кейбір сөздер де жауап береді. Мысалы, айтайық, мектепте деген сөз болсын. Иә? Мектепте деген сөз болсын. Оған да қайда деген сұрақ қойылады ғой. Қайда? Мектепте. Бірақ ол үстеу емес. Неге? Өйткені оның түбірі мектеп. Міне қараңыздар, түбірі мектеп, те бізде барыс септігінің жалғауы. Бұл зат есім, септелген зат есім. Сондықтан біз осындай сөздерді, қайда деген сұраққа жауап беретін барлық сөздерді үстеу дей алмаймыз. Біз оның түбіріне қараймыз. Сондықтан бұндай сөздерді үстеу деп шатаспаймыз. Балалар, бейнежазбаны мұқият көріп болсақ, үстеу дегеніміз не? Иә, балалар, іс-әрекеттің мезгілін, мекенін, сын қимылын білдіретін сөз табын үстеу дейді. Үстеулер қашан, қайда, қалай деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, жүрдек пойызбен Елордаға тез келдік. Түнде қала көшелері жап-жарық. Биыл Астананы көруге бардым. Ендігі кезекте балалар, сөздермен жұмыс айдарына назар аударайық. Екінші жаттығу. Сөздерді оқы. Былтыр, күндіз, төмен, кенеттен, алда, жорта, жоғары. Бұл сөздерді етістіктермен тіркестіріп жаз. Сұрақ қойып, қай сөзбен байланысып тұрғанына назар аудар. Балалар, олай болса жауабымызды бірге тексеріп көрейік. Былтыр болды. Қашан болды? Былтыр болды. Күндіз айтылған. Қашан айтылған? Күндіз айтылған. Төмен түсті. Қайда түсті? Төмен түсті. Кенеттен барды. Қалай барды? Кенеттен барды. Алда күтіп тұр. Қайда күтіп тұр? Алда күтіп тұр. Жорта айта салды. Қалай айта салды? Жорта айта салды. Жоғары шықты. Қайда шықты? Жоғары шықты. Балалар, өз жауаптарыңмен тексеріп көріңдер. Сендердің де жауаптарың тура осындай болды деп ойлаймын. Келесі кезекте балалар, үшінші жаттығуға назар аударайық. Ребуспен жұмыс. Шешуіндегі үстеулерді қатыстырып, сөйлем құра. Жарайсыңдар балалар. Шешуі қазір, алда. Қазір Алматыдан атам келеді. Менің атаммен қыдыратын күндерім алда. Ендігі кезекте балалар, сәйкестендіру ойынына назар аударайық. Төртінші жаттығу. Үстеудің мағыналық түрлерін тиісті сөздермен сәйкестендір. Жарайсыңдар балалар. Мезгіл үстеу, тал түсте, күндіз түні, ертең, бүгін, күні бойы. Мекен үстеу, төменде, жоғарыда, алға, артта, сыртта. Сын қимыл үстеуі, ақырын, тез, әрең, етпетінен, жаңаша. Балалар, шығармашылық үзіліске назар аударайық. Алтыншы жаттығу. Үш себеттің әрбіреуінің ішінде атына сәйкес келмейтін үстеулер кездеседі. Соларды өз себетіне сал. Жарайсыңдар балалар. Мезгіл үстеу. Қашан? Қазір, былтыр, кеше. Мекен үстеу. Қайда? Жоғары, төмен, алда. Қимыл сын үстеуі. Қалай? Шапшаң,
ақырын, ескіше, қазақша. Сендердің де жауаптарың тура осындай болды деп ойлаймын. Балалар, бүгінгі сабақтан сендер тыңдалған материал бойынша тірек сөздерді белгілей алдыңдар. Мәтіннен үстеуді анықтадыңдар. Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастырдыңдар. Үйге тапсырма 5-ші жаттығу. Жұмбақты көшіріп жаз, шешуін тап. Үстеулерді тауып, үстеу екенін дәлелде. Балалар, осымен қазақ тілі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.